2022 жылдың 8 маусымында жарияланған QS World University Ranking жаһандық рейтингісінің қорытындысы бойынша Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті 150-ші орынды иеленді. Бүгінгі таңда университет әлемнің 150 үздік университеттердің қатарына кірген. QS Stars рейтинг систем халықаралық рейтингісінде 5 жұлдыз дәрежесіне ие болған орталық Азиядағы жалғыз жоғары оқу орны болып табылады. Қазақ ұлттық университетінің QS рейтингісінің жоғары көрсеткіштері университеттің бәсекеге қабілетті мамандар даярлайтынын көрсетеді. Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті жоғары білікті халықаралық қатынастар мамандарын даярлауға елеулі үлес қосып отырған ірі білім және ғылыми орталық болып қала береді. Қазақстан тәуелсіздігінің таңында Қазақстан дипломатияның қалыптасуында университетіміздің түлектері маңызды рөл атқарды. Қазақстандық дипломатияның дамуына зор үлес қосқан университеттің мақтаныштары. География және табиғатты пайдалану факультетінің түлегі белгілі ақын, жазушы және дипломат Сүлейменов Олжас Омарұлы. Филология факультетінің түлегі көрнекті мемлекет және қоғам қайраткері Жолдасбеков Мырзатай Жолдасбекұлы. Химия және химиялық технологиялар факультетінің түлегі тарих ғылымдарының докторы профессор Арыстанбекова Ақмарал Хайдарқызы. Университет түлектерінің арасында ғылыми, саяси қоғамдық жұмысты біріктіре алған тұлғалар аз емес. Университеттің түлектерінің арасында келесі танымал дипломаттарды атап өткен жөн. Белгілі мемлекет қайраткері, дипломат Әбусейітов Қайрат Қуатұлы. Физика-техникалық факультетінің түлегі, дипломат Қонаев Эльдар Асқарұлы. Филология және әлем тілдері факультетінің түлегі Қазақ ұлттық университетінің ректоры, филология ғылымдарының докторы, профессор Түймебаев Жансейіт Қансейітұлы. Заң факультетінің түлегі мемлекет қайраткері, дипломат Айтимова Бірғаным Сариевна. Тарих факультетінің түлегі мемлекет қайраткері, дипломат Жигалов Константин Васильевич. Шығыстану факультетінің түлегі Қазақстанның Ливандағы дипломатиялық миссиясының басшысы Қалекенов Ержан Жиенғалиұлы. Журналистика факультетінің түлегі мемлекет қайраткері Жетісу облысының әкімі Исабаев Бейбіт Өксікбайұлы. Философия және саясаттану факультетінің түлегі Қазақстанның мемлекет қайраткері Тажин Марат Мұхамбетқазыұлы. Тарих факультетінің түлегі Қазақстан Республикасының төтенше және өкілетті елшісі Қалиев Талғат Ғабдоллаұлы. Механика-математика факультетінің түлегі мемлекет қайраткері Қазақстан Республикасының Корея Республикасындағы төтенше және өкілетті елшісі қызметінде болған Бердалиев Дархан Әлиұлы. Тарих факультетінің түлегі Қазақстанның мемлекет қайраткері дипломат Абдрахманов Қайрат Құдайбергенұлы. Тарих факультетінің түлегі Қазақстан Республикасының мемлекеттік қайраткері, дипломат Айтжанова Жанар Сейдахметқызы. Шығыстану факультетінің түлегі мемлекет қайраткері, дипломат Азамат Бердібай. Тарих факультетінің түлегі Қазақстан Республикасының Ресей Федерациясындағы төтенше және өкілетті елшісі Көшербаев Ермек Беделбайұлы. Филология және әлем тілдері факультетінің түлегі, дипломат Камалдинов Ақылбек Апсатұлы. Философия және политология факультетінің түлегі Қазақстанның сыртқы істер министрі Тілеуберді Мұхтар Бескенұлы. Заң факультетінің түлегі дипломат Сәрсенбаев Болат Серғазыұлы. Шығыстану факультетінің түлегі дипломат Қайрат Лама Шариф. Шығыстану факультетінің түлегі дипломат Мұқаш Ержан Серікұлы. Университет түлектерінің арасында шетелдік дипломат Польша Республикасының төтенше және өкілетті елшісі Михал Лабенда да бар. Шығыстану факультетінің түлегі дипломат Батыршаев Бақыт Данабекұлы. Дипломат Нұрышев Шахрат Шакизатұлы. Дипломат Шоқыбаев Асқар Жеңісұлы. Дипломат Құрмансейіт Батырхан. 1995 жылы қазіргі Қазақстан Республикасының президенті, сол кездегі сыртқы істер министрі Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың бастамасымен құрылған Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің халықаралық қатынастар факультеті жылдан жылға мемлекеттің дамуына өз үлесін қосып жүрген сенімді мамандармен толықтыруда. Факультет құрылған күннен бастап белгілі ғылымдар, талантты мамандар, педагогтар, жоғары білікті кадрларды шығаруда.
Факультеттің қалыптасуына зор үлес қосқан танымал педагогтар арасында тарих ғылымдарының докторы Ибрашев Жарас Омарұлы, тарих ғылымдарының кандидаты Жанбатырова Гүлжауһар Шағатайқызы, тарих ғылымдарының докторы Қожахметов Кеңес Қожахметұлын атап өту керек. Еліміздің сыртқы саясаты мәселелерін зерттеуге үлес қосқан университет түлектерінің арасында Қазақстан Республикасының мемлекеттік және саяси қайраткері, саясаттанушы Сұлтанов Болат Қылышбайұлы, саясаттану ғылымдарының докторы, профессор Лаумулин Мұрат Тұрарұлын атап өткен жөн. Бүгінгі таңда факультетте халықаралық қатынастар саласындағы бірқатар талантты оқытушылар мен ғалымдар жұмыс істейді. Олардың ішінде тарих ғылымдарының докторы, профессор Байзақова Құралай Ертісовна, тарих ғылымдарының докторы, профессор Макашева Клара Нальдибековна, тарих ғылымдарының докторы, профессор Нәбижан Мұхамедханұлы, тарих ғылымдарының докторы, профессор Губайдулина Мара Шаукатовна, тарих ғылымдарының докторы, профессор Кукеева Фатима Тураровна, тарих ғылымдарының докторы, профессор Ауған Малик Алшоразович, тарих ғылымдарының докторы, профессор Муфтибаева Ғалия Ахметвалиевна. Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің халықаралық қатынастар факультетінің алғашқы түлектерінің қатарында болған келесі дипломаттарды атап өткен жөн. Халықаралық қатынастар факультетінің түлегі Қазақстан Республикасының төтенше және өкілетті елшісі Исетов Арман Асқарұлы. Қазақстан Республикасының Латвия Республикасындағы төтенше және өкілетті елшісі Примбетов Тимур Владимирович. Дипломат Қазақстан президент әкімшілігінің басшысы Нұртілеуов Мұрат Әбуғалиұлы. Қазақстан Республикасының сыртқы істер министрінің орынбасары Қоныспаев Ермұхамед Болатбекұлы. Қазақстан Республикасының Америка құрама штаттарындағы төтенше және өкілетті елшісі Ашықбаев Ержан Нығматоллаұлы. Қазақстан Республика президенті әкімшілігіндегі сыртқы саясат бөлімі басшысының орынбасары Құттығадам Асқар. Қазақстан Республикасы сыртқы істер министрлігінің көпжақты ынтымақтастық департаментінің директоры Теменов Дидар Талғатұлы. Қазақстан Республикасының мемлекеттік қайраткері Абаев Дәурен Әскербекұлы. Қазақстан Республикасының сыртқы істер министрлігінің Алматы қаласындағы өкілдігі басшысының орынбасары Руслан Қарабулов. Қазақстан Республикасының Шанхай қаласындағы бас консулы Рахимов Рахымжан Қайроллаұлы. Қазақстан Республикасының Германия Федеративтік Республикасындағы елшілігінде кеңесші уәкіл Шынасылова Шолпан Кәрбекқызы. Қазақстан Республикасының сыртқы істер министрлігінің Еуразиялық интеграция департаментінің басқарма басшысы Ысқақов Уәлихан Досымханұлы. Қазақстан Республикасы сыртқы істер министрлігі министр кеңсесінің басшысы Ибраев Мақсат Мақсұтұлы. Қазақстан Республикасы Дубай қаласындағы консулдылығының қызметкері Исмаилов Мадияр. Қазақстан Республикасы Бельгиядағы елшілігінде саяси мәселелер бойынша кеңесші Айтмаханов Нұржан. Қазақстан Республикасының Ұлыбритания және Солтүстік Ирландия құрама корольдігіндегі елшілігінің кеңесшісі Қайролда Азамат Жалқытайұлы. Сыртқы істер министрлігі қызметкері Кенишбаева Айжан Болатқызы. Қазақстан Республикасының сыртқы істер министрлігі Еуразиялық интеграция департаменті ТМД басқармасының кеңесшісі Үмбетов Жеңіс Әбілханұлы. Қазақстан Республикасы Сан-Франциско қаласындағы бас консулдығының бірінші хатшысы Каюпов Қадыр. Қазақстан Республикасы сыртқы істер министрлігі Таяу Орта Шығыс және Африка департаменті көпжақты ынтымақтастық басқармасының бірінші хатшысы Ералиев Ернұр. Қазақстан Республикасы сыртқы істер министрлігі Америка департаменті Америка құрама штаттары басқармасының үшінші хатшысы Қадырова Карина Өтегенқызы. Қазақстан Республикасының Америка құрама штаттағы елшілігінің екінші хатшысы Бескен Абай Нұрланұлы. Сонымен қатар белгілі дипломаттар арасында университетіміздің қабырғасында өздерінің ғылыми дәрежелерін қорғағандар аз емес екендігін атап өткен жөн. Олардың ішінде Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев халықаралық қатынастар факультеті жанындағы диссертациялық кеңесте өз диссертациясын қорғаған ерекше мақтанышпен атап өтуіміз керек. Сондай-ақ халықаралық қатынастар факультетінде диссертациялық жұмыстарын қорғаған дипломаттар арасында Қазақстан Республикасының Мысырдағы, Сауд Арабиясындағы және басқа да бірқатар елдердегі төтенше және өкілетті елшісі, қазіргі уақытта Ислам ынтымақтастық ұйымы бас хатшысының орынбасары Мусинов Асқар Ахметұлын. Қазақстан Республикасының Үндістандағы, Америка құрама штаттағы төтенше және өкілетті елшісі, Қазақстанның Біріккен ұлттар ұйымы жанындағы тұрақты өкілі
Қазіргі уақытта Австриядағы төтенше және өкілетті елшісі Омаров Қайрат Ермекұлы. Австрия, Ұлыбритания, Америка құрама штаттары және басқа да елдердегі елшісі, Қазақстан Республикасы президентінің халықаралық ынтымақтастық жөніндегі арнайы өкілі Қазаханов Ержан Хозеұлын ерекше атап өткеніміз жөн. Қазіргі уақытта Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті жоғары білікті мамандары даярлау бойынша өзінің үздік дәстүрлерін жалғастыруда. Университет өзінің көрнекті дипломаттарын әрдайым мақтан тұтады. Қазақстан Республикасының дипломатиялық қызмет күнімен құттықтаймыз.